Білім саласы Шымкенттегі ең үлкен саланың бірі десек, сол саладағы шаруаларды ретке келтіретін басқарма басшысы, яғни қызметкер тағайындалғанына 1 жыл толмай тұрып, өзіңіз тағайындаған кадрдың қызметтен кетуіне не себеп? Акцентировать етіп сұрағыңызға жауап берейін. Біріншіден Шамшиева Нұргүл ханымға мен толықтай сенем. Ол кісіні осы жерге алып келген себебіміз ең адал азамат, осы жердегі былық болып жатқан салалардың біреуін ретке келтіреді деген ниетпен алып келген болатынымыз. Ол бірінші. Екіншіден, келгенде өте дұрыс айттыңыз. Ең басты салалардың бірі бюджетіміздің 3-тен 1 бөлінетін сала, білім саласы. Ол жақта жаңа сатып алу конкурстарында да проблемалар болды. Ашығын айтқанда балалардың тамағына да отырған, бұрыннан келе жатқан, жүйелі түрде жұмыс істеп келе жатқан компаниялар, адамдар болды осы жерде, бір топ ұйымдасқан адамдар болды. Оның бәрін ол кісі қолынан келгенше тоқтатып бұзуға тырысты. Себебін енді адам болғаннан кейін әйел кісі адам шаршайды ғой. Жүйемен қарсы, жүйемен күресу қиын екенін мен осы шақта келіп білдім. Бұрыннан қалыптасқан жүйемен. Сол себепті деп ойлаймын.